Сейітханұлы Сатыбалды 1936 жылы көктемде қауын екі құлақ, үш құлақ болып атқанда, мына сырдың бойында Түркістан ауданы Майлытоғай деген жерде туылған екенмін. Содан Майлытоғайда әке шешем бар, сол әкем Сейітхан, шешем Ырысқыз, соның жалғыз баласымын. Содан біз Иқан деген жерде тұрдық. Мен жаспын. Содан жылқы бақты, сиыр бақты, түйе бақты, уағмал бақты. Кішкентай кезімден 5 жас, 6 жасымнан соларға жәрдем беріп жүрдім. Содан мен Түркістанға келіп, Түркістан қаласына келіп, номер 19 орта мектепте, 10 жылдық мектепте 1 класстан 8 классқа дейін оқыдым. Кейін 9 класты Шәуілдірге барып, сояқта туысқандарым бар еді, сол Шәуілдірде Жамбыл орта мектебінің 9-10 классын Жамбыл орта мектебінде бітірдім 55 жылы. Bir класста ұлы бар, қызы бар, 96 оқушы болып бітірдік. Мен бірақ бүкіл 4-5 менен бітірдім. Содан 56 жылы келіп Иқан сельхозында жай бухгалтер болып 4 жыл, 5 жыл істедім. Кейін Түркістанға келіп Райпотреб союзының бас ревизоры болып істедім. Одан кейін мені Алматыда Қазпотреб союзының 1 жылдық ревизорлық оқуына жіберді. Сонда 700 сом айлығым, 300 сом стипендиям 1000 сомменен берді. Сол кезде үйленген кезім еді. Мынау Шәрипа деген апаңды 60 жыл үйленгенмін. Сонымен Алматы Қарғарыңқы деген жерде тұрып, көптігінде 1 жылдық ревизорлық бітірдім. Ревизорлықты оқып жүріп, сырттан кооперативный техникумда оқыдым 2 жылдық. Оны да бітіріп, жоғарғы отличныйменен ревизорлықты да бітірдім, техникумды да бітірдім. Содан Түркістанға келіп, Потреб союзының бас ревизоры болып, аудан бойынша жұмыс істедім. Кейін Иқан сельхозында бас бухгалтер болдым. Одан кейін Түркістанға келіп, Түркістанға ауыстырып, қоғамдық тамақтандыру мекемесінде 17 жыл бас бухгалтер болып істедім. Кейін азық-түлік мекемесінің бас бухгалтер болып істедім. Кейін директор болдым. Сөйтіп 1997 жылы құрметті пенсияға шықтым. Сонымен тыл ардагерімін. Кеше 1965 соғыстың біткені 65 жылдыққа медаль берді. Мені бүгін Құда қаласа 70 жылдыққа медаль беріп отыр. Ал енді сауданы жақсы жұмыс істегендіктен үздік сауда қызметкер деген Москваның Центр союзынан талай значок медальдар алдым, грамоталар алдым. Мынау газетке, журналдарға шықтым. Сөйтіп, аман есен, о кезде сауданың қиын кезі, жоқшылық кезі жұмыс істеп, абыройменен пенсияға шықтым. 3 жыл 4 қыз көрдім. Bir ұлым жас кезінде қайтыс болды. 4 қызым, 2 ұлымнан бар, 23 немерем бар, 1 шөберем бар, 2 келінім бар, кемпірім бар, Шәрипа Баймақан қызы. Сонымен қазір өмір сүріп жатырмыз. Мына Түркістан қаласы, Шәкәрім көшесі 7-ші үйде тұрамыз. Мынау ескі Иқан ауылында орналасқан мазарат. Осы мазараттан ол жерде әкемнің әкесі, яғни менің атам Сейітхан жерленген осы жерде. 1961 жылы туылған ағам бар. Сол ағам жерленген, ол 3-4 айлығында шетінеп қайтыс болып кеткен. Сол мазаратқа мынау Кенесары балам екеуміз бағыштап Құран оқуға ниет қылып келіп отырмыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул хуаллаху ахад. Аллаху-самад. Лам ялид ва лам юлад.
ولم يكن له كفوا أحد. Amin. Tilavet Kur'an, salavat, iman. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah деген бүкіл мұсылман қауымға осы оқыған Құранды бағыштадық. Осы жерде жатқан Сейітхан атамыз бен Әділхан ағамның рухына бағыштадық. Жатқан жерлері жайлы болсын. Я Алла, бір өзіңнен жалбарынып сұраймыз жатып. Біліп істеген, білмей істеген күнәларын кешіре гөр. Я Алла, жүргенде жолымызды бере гөр. Я Алла, отбасыма амандығын бере гөр. Барлық жақсылық бере гөр. Аумин Аллаху. Үлкен балам Әділхан деген 7 айлығында қайтыс болып кетті. Одан кейін Үміт деген қызым туды. Үміт қызым Шымкенттегі мұғалімдік оқудың институтын бітіріп, тұрмысқа шығып, мұғалім болып Жетісайда тұрады. 3 ұлы бар, 1 қызы бар. Қазір күйеу балам Алмас, Үміт екеуі Жетісайда тұрады. Баласы Олжаспенен келінім Айдана менің қолымда маған қарап отыр. Одан кейін Алдысар деген балам 65 жылғы ол Алматыдағы заң мектебінің институтында оқып, Казгуде прокурорлық оқуды бітіріп, 5 жыл оқып бітіріп, келіп Түркістанда алғаш кезде Гуров облысында тергеуші болып істеді. Одан Түркістанда тергеуші болып, Шымкентте тергеуші болып, Жетісайда тергеуші болып, облыстық прокурорда істеп, қазір адвокат болып жүр. Оның 2 баласы бар. Наурызбай, Кенесары, Айымтор деген қызым бар. Әлия деген шөберем бар. Одан кейін Айгерім деген қызым бар. О да Алматыдағы Казфиде оқып, экономисті бітіріп, осы Түркістанда экономист болып істеп, күйеуі жоғары білімді дәрігер, 4 қыз, 3 ұлы бар, осы Түркістанда тұрады. Одан кейінгі қызым Айгүл Алматыда тұрады, бала шағасымен, күйеуі бар, балдары бар, қыздары бар. Одан кейінгі Айнұр деген қызым Шымкентте тұрады. Мынау Түркістанда Қазақ Түрік университетінің түрік тілі мұғалімі болып істеген күйеу балам біраш Шымкентте өмір сүреді. Олардың 4 қызы бар. Сонымен бала шағаларым аман-есен қазір жүріп жатыр. Уақытысында Түркістанда жақсы қызмет істеп, Түркістан халқына белгілі азамат болдым. Ағайын туысқанға мейірманды болдым. Жоқ-шұқанға қарастым. Оның себебі жас кезімде қиыншылықты көріп, жоқшылықты көріп, соғыстың зардабын көріп, солардың зардабынан мейірманды болып, ешкімге кебіне тимей, жақсы азамат болып, кімсін сатып алды, атандым Түркістанда. Міне газетке шықтым, журналға шықтым, талай жазып жатыр, мақтау грамоталары бар, мақтау қағаздары бар, медалдарым бар, Лениннің жүзділігіне медалым бар, тыл ардагерімін қазір. Сонымен пенсияда отырмын аяғайында. Ал енді мені биыл соғыстың тоқтағанына 70 жыл болып, мені бүгін 9 май мейрам болып жатыр. Ал енді соғыс кезінде қиын болды, көп адамдар қайтыс болып, көбісі оралмай қалды. Кейбір ата-аналардың бір балдарының өзі жоқ болып, кейбір жандар баласыз қалды. Үйдің барлығы, кейбіреулер ашаршылықпен өліп қалды. Ауқат болмады, киім болмады, жұмыс болмады. Соның бәрін зардабын көрдік өзіміз көзімізбенен. Сол мынау Түркістанда жатып жүрген үйлерде үстімізде киім болмай, үстімізде бит басып кетіп, түнде қайнап тұрған ошақтың үстіне қазанға киімімізді шешіп қайнатып, азанда сол киілген киімді жуып мектепке баратынбыз. Дәуіт жоқ, сиямыз төгіліп жүретін. Ал енді сол кезде талонменен нан беретін, адам басы 200 граммнан. Сол нанменен күн көріп, кешке быламық ішіп, сөйтіп жүріп, күн көріп жүріп, әйтеуір қиыншылықпен оқыдық.
suret düşkönümüz tünde mına ortada oturgan İlyas Esenberli'nin degen yazışı. Almatı'da turgan bu kişi köp kitap yazgan tarih jönünde. Kasımda oturgan ben söyleyip satıp aldı Seyitkanım. Mına yanımızda turgan Osmankan Abubakırov sıkakşı. Mına aldında oturganlar İlyas Esenberli'nin kudasının baldары. Bu İlyas Esenberli'nin 10 yılda türmede oturgan, keyin yazışı bolgan. Onda sınıf degen kişini bilesinler mi? Mına Kocan'ı bilesinler mi? Yerubay'ı bilesinler mi? Mına Muhtar Ağöz, mına. Dürüst mü? Mına onda sınıf degen kişi Oz Türkistan'ın adamı. Bu kişi 13 yıl Kazakistan ministri bolgan. Mına o da suretler. Mına жаңа Buketov degen profesör Karaganda Üniversitesi rektörü bolgan. Mına sonun karındası, onda sınıftın. Mına kişinin joldası. Şu Türkistan'a kelgende Kuda Cevzetlerime birge düşken. Mına onda sınıf degen Nortos onda sınıf degen ministr Kazakistan'da bolgan. Konayip'tin 13 yıl Konayip'tin ustazı bolgan. Konayip'tin zam ministri bolgan. Mına kişiler onda Nurtas ağamız. Mına Valentina Vasilyevna degen ayeli. Mına ekevi balası onda sınıftın. Moskvada turup kayıtsız bolgan. Her жылы Türkistan'a gelip Türkistanlarla aralaşıp gelip kaytadım. Sonunda düşken suretleri. Mına meniki onda sınıftın Kalil'in menen Jambıl'dan düşken suretleri mına. Mına Yevni Buketov degen onda sınıftın kardeşinin kүйöwü. Karaganda Üniversitesi'nin rektörü. Sonda biz sonda gelip kayınjutlarımın kelgende düşken suretlerimiz. Mına oturgan ben. Mına oturgan Türkistan vokzалы. Sonda onda sınıfta Moskvaga çıkarıp, poyuzga çıkarıp turgandagı audanın sekreterleri İsakov degen, ispokom Moğonbekov, Madhajayev degen raiispokom, mına tuşkandары, mına kurdası Sakal Kojamurat degen. Mına turgan ben Seyitkanım satıp aldı, mına prokuror, mına kalkoz bastığı Jumaşev hakim, İsabekov Ahmet. O kişilerin bari mına onda sınıfta Moskvaga çıkarıp tarafında söylüyorlar. Şal ekөөбүздүн осы Түркістанда қанысып екеуміз үйленгенбіз. Үйленгенімізге менде 55 жыл болды. Құдайдың берген 4 қызы бар, 3 баласы бар. 4 қызым 3 балам бәрі өсіп өніп жатыр, бәрі үрлі шүбірлі болып жатыр. Әрқайсысы қызмет бабымен әрқайсысы әр жерде тұрып жатыр. Қолымда жаңағы Олжас деген ең кіші балам қолымда тұрады. Айдана деген келінім бар. Екеуі жақсы бізге жақсы шалмен бірге жақсы қарап, екеуімізді қарап күтіп жақсылап жатыр. Менің 70 жылдығы құтты болсын айналайын бәріне, құтты болсын. Енді соғыс болмасын, енді нұқыл жақсылық болсын. Ол соғысында шет жағасын біз көргенбіз, енді соғыс болмасын, нұқыл жақсылық болсын. Қазір міне 70 жылдан кейін міне халқымыз жақсы, Қазақстанымыз тәуелсіз болды. Ел тыныш, халық тоқ. Барлығы өз жұмысын істеп жатыр. Осындай заман, жақсы заман бола берсін. Кейінгілер соғыс көрмесін, жаманшылық көрмесін. Кейінгі балдар, жастар әр уақытта аман болып, сол бұрынғы өткендерді еске алып тұрсын, жақсы оқысын, жақсы адам болсын барлығы, жақсы семья болсын, кейінгі жастарға айтатын өсиетім.
өсөсүн ата-аналары биздер соған кубанычта ортак болуп жүрө берейик. Денimiz sağ olsun abiye. Aman bulayık. Sizler de bäriňiz de aman bolуңуздар.